Ассалаумалейкум достар. Бүгін 31 желтоқсан Шымкент қаласындағы Hyundai автосалонындамыз. Бүгін біз Hyundai автосалонындағы жүрілген және жүрілмеген жаңа автокөліктерге шолу түсіріп өтетін боламыз. Бағалары қалай, қандай жеңілдіктер болып жатыр. Достар, біздің Автолайк каналына тіркеліп, видео соңында лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін біз Шымкент қаласындағы Hyundai центрдеміз. Hyundai Sonata объем 2.5 6 сатылы қораппен, бағасы 14 миллион 559 мың теңге дейді. Жаңа Sonata. Кеше ғана көріп едім рекламадан. 2020 жылғы көлік. Негізі осы ақша болып жатса жаңа жылдық скидкаларға ілініп қалған дұрыс болады көліктерге. Көлік полный комплектация. Таза Бұлғардан. Сатылы қораппен 2.5 мотор. Қазіргі уақыттың өзінде кәріс көліктер біздің Қазақстан саудасына қатты қызығушылық танытып жатыр. Басқа да көліктерді түсіріп өтеміз қазір. Қазір Hyundai автосалонында көбінесе Sonatалар сатылымда тұрған. Ақ түсті өзіңіз қалаған барлық түсінен бар екен. Негізгі машинаның өзінің бағасы 13 миллион 790 мың. Оған қосылатын дополнительный установка оборудования 769 мың 100 теңге. Қазір жүрілген көліктер, бұлардың бағасын бәрін қазір көрсетіп өтетін боламыз. Тоқталдырған есіктері, туксондар, көк түсті туксон. Есік ашық болса, осының ішін түсіріп өтсек болады. Кожаный салон емес ше. Артыңғы орындықтың қатарлары. Егер салонға келіп қарауға уақыттарыңыз болмаса, біздің Автолайк каналына тіркеліп, біздің каналдың апта сайынғы шығарылымдарын қарап отырсаңыздар, түрлі автокөлік мекемелерінен болмаса, автокөлік салондарынан обзор түсіріп өтетін боламыз. 10 миллион 790 мың 2 куб 2 куб 2019 жылға 9850 жүріп өткен жолы. Телефон нөмірі, егер хабарласып көрем дейтіндер болса. Тағы жүрілген бір-екі көлік бар, оларды түсіріп өтеміз қазір. Hyundai Greta 1.6 2020 полный привод, тонус мотормен, 4 цилиндрлі. Бағасы 8 миллион 317 мың теңге Греттаның. Ішкі салоны механикалық қораппен қарап көрем деушілер болса. Біздерге негізі көп автосалондар түсіруге рұқсат бере бермейді. Нешін екенін әлі күнге дейін өзіміз түсіне алмай келе жатырмыз. Ешқандай зияны тимейтін жайында түсіндірсек те, сонда да қарсы болады. Бүгін 2 мәрте Тамерлан авто салонына кірдік, бірақ маркетинг бөлімінің басшылары бізге түсіруге рұқсат бермеді. Егер алдағы уақытта рұқсат беріп жатса, түсіріп өтетін боламыз. Hyundai центрдегі
жүрілген автокөліктердің қатарында Toyota Camry тұр. 8.840.000 дейді. 2.5, 13 жылғы қара түсті. Одан кейін Santa Fe тұр. 8.830.000. 2.4 автомат коробка. 2012 жылғы. Largus тұр екен. Hyundai центрде қалай адасып жүр екенін түсінбедім. 3.550.000 теңге. 1.6, 2014 жылғы. Одан кейін Volkswagen Golf тұр. 5.090.000-ға 1.4 автомат коробка 2014 жылғы. Так, Hyundai Accent тұр екен. 2014 жылғы 1.6 мотормен автомат коробка. 4.490.000. Көліктер қазір салонның ішінде тұрған жоқ. Мына Tucson ғана тұр қазір. 10.890.000-ға автомат 2 куб 2019 жылғы. Toyota Avensis тұр екен. Hatchback 3.250.000 дейді. 1.8, 2.5. Одан кейін Elantra тұр. Жүрілген 5.850.000 дейді. 1.6 автомат. Бір Polo тұр. Volkswagen 4,5 миллион, 1.6, 2015 жылғы. Достар, мұны Hyundai центрдің автокөліктер бағасы осылай болып жатыр. Егер танысып көрем десеңіздер, біздің каналдан қарап өтсеңіздер болады. Elantra 2020. Біле білсеңіздер 2019 жылғы. Elantra'дан көргенде 2020 жылғы кузовтың өте керемет жерлері бар. Салонды түсіріп өтейік қазір көліктің. 2019 жылғы Elantra алған жігіттер болса 2020-ның сыртқы келбетін көріп бір өкініп қалғаны өтірік емес шығар. Керемет. Мұны бүгін 31 желтоқсан жаңа жылдық акциямен Шымкент қаласынан Hyundai центр отарынан автокөліктер сатып алған кісілер. Қуаныштарында шек жоқ. Алла берекесін беріп, осы кісілердің астында тосын. Қуанышқа мініп, әрқашан жолда қалдырмай тасып жүре берсін. Сіздер де достар 2020 жылдың бұйыртса акциясына ілінамасаңыздар да 21 жылы осындай көлік мінулеріңізге тілектеспіз. Және де өздеріңіздің көліктеріңізге керек абешумкілерді осы арадан таңдап алып жапсыртсаңыздар болады. Сервисте титанды дискілер, тағы да түр-түрі бар. Қарап көріп, осы жерден ұнаған салдырам дейтін болсаңыздар, таңдап салдыра аласыздар.